Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін дәмді әрі жұмсақ творог қосылған сочник пісіретін боламыз. Бізге қажетті заттар: жұмыртқа, сары май, ұн, қопсытқыш, ванилин, қант, творог, қаймақ. Ең әуелі бөлме температурасындағы 180 грамм сары майды салып, үстіне 150 грамм қант саламыз. Кейін бұған үстіне 2 жұмыртқа саламыз. Жұмыртқамыз бен қантымызды, сары майымызды жақсылап араластырып аламыз. Ары қарай ситодан ұнымызды өткіземіз. Оның үстіне қопсытқыш, ванилин қосамыз. Қамырымызды араластырып алғаннан кейін 180 грамм 20% қаймақ саламыз. Оның барлығын араластырып, тоңазытқышқа 30 минутқа тестомызды салып қоямыз. Оған дейін біздер творог начинкасын әзірлейміз. Яғни творогқа 350 грамм творогқа 150 грамм қант салып араластырамыз. Және де жұмыртқаны алып, ағын сарысынан бөліп алып, ағын ғана ақуызды араластырып аламыз. Ақуызымызды творогымыздың үстіне саламыз. Қамырымызды жайып алып, творогымызды салып, противеньге саламыз. Үстінен жұмыртқаның сарысын жағып, қызып тұрған пешке 35 минутқа пісіріп аламыз. Творожный сочнигіміз дайын, ас болсын.